Білім алушылар алдымен берілген сандар бойынша белгілі бір бейнені ойлап табамыз. Сен ойлап тапқан суреттер саған қандай ой салды? Мұқият зерделе. Мысалы, мен ойлап тапқан суреттерге мұқият қарап отырып, мен жылдың 4 мезгілінің суретіне сай суреттер салған екенмін. Сондықтан мен бұл суреттерге сай бір тақырыпты ойлап таптым. 4 мезгілдің тартуы. Яғни мен тапқан суреттерге сай сөздер: ағаш, үйрек, гүл, желкенді қайық, алма, мойыншарф, сәбіз, аққала, жылы кеудеше. Яғни осы сөздерді қатыстыра отырып, мен әңгіме жазамын. 4 мезгілдің тартуы. Жаз мезгілі. Жаздың шуақты күндерінің бірі еді. Айдана мен Ермек ауыл сыртындағы көлге барған. Онда жағалай жасыл ағаштар жайқалып тұр. Көл бетінде балалар қолдан жасаған кішкентай желкенді қайықтар сырғып жүр. Күн ыстық болғандықтан көлге жақын маңда бір топ үйрек жүзіп жүрген. Айдана мен Ермек оларға нан қиғымдарын лақтырып мәз болды.